Бас прокуратура азаптаусыз қоғамға қарай атты тың жоба ұсынды. Ресми мәлімет бойынша жыл сайын құқық қорғаушылардың шектен шыққан әрекетіне қатысты 700-дей арыз түседі. Жаңа бастама елдің қылмыстық саясатын оңтайландырудың бір жолы болып табылады. Айта кеткен жөн, бүгінде түзеу мекемелерінде жазасын өтеушілердің қарасы едәуір азайған. Оларға темір тордың ар жағында нәпақа табуға да қолайлы жағдай жасалған. Осы саладағы жаңашылдықтар жайлы әріптесім Асқарбек Қазанғап әңгімелейді. Өзін Мұрат деп таныстырған жігіт ағасы жүзін жасыруды жөн көрді. Не үшін отырғанын да бүгіп қалды. Тағдырын айдаумен 4 жылдан бері темір тордың тұрғынына айналған. 9 айдан кейін қапастан жарыққа шығатыны көңіліне демеу. Мұнда техникалық мамандықты меңгерген. Енді бостандықта босып кетпей, белді бекем буып, екі қолға бір күрек табамын деген сенімде. В учреждении существует профтехлицей. Бұл жерде кәсіптік техникалық лицей бар. 2 жыл бойы білім алдым. Мұнда өз мамандығымен жұмыс істеудемін. Тапқан ақшамды отбасына жіберем. 4 жыл отырғаным жетеді. Енді әрі қарай жұмыс істеп, отбасына көмектесуім керек. Бұл цехта тігілген киімдердің барлығы түзеу мекемесіндегі сотталушылардың қолынан шыққан. Еңбек кодексіне сай кешкі 6-ға дейін жұмыс істейді. Тіпті демалыс алуға да құқылары бар. Еңбек бәрінде жеңбек. Тордағы тіршілікте торықпай, құлазудың құзына құламауларына біріспен айналысулары себеп. Қазір түзеу колониялары бостандыққа дейін жазасын өтеушілердің білімімен қатар білігін көтереді. Осужденный, он отбывает срок наказания. Уақыт өте келе сотталушы өзгереді. Біз оларды бостандыққа шыққанға дейін дайындаймыз. Психологиялық тренингтер өткіземіз, жаңа өмірге бейімдейміз. Мұнда барлық жаңалықтардан құлағдар етіп отырамыз. Осыдан 20 жыл бұрын Қазақстан сотталушылардың саны бойынша 3-түкке кіретін. Қазір әлемде 68-ші орынға жылыстық. Бұл түрме реформаларының жемісі. Енді бас прокуратура азаптаусыз қоғамға қарай жобасын қолға алды. Жаңа бастама түзеу мекемелері полиция учаскелеріндегі зорлық-зомбылықтың тамырына балта шабуды көздейді. Кейбір қызметкерлеріміз қолындағы билікті асыра пайдаланып, адамдарымызды қинайды, ұрып соғады, арын аяққа басады. Бұл шын айтсақ сұмдық. Осыдан кейін қандай бізде сенім болуы мүмкін халық тарапынан. Сондықтан бұл мәселемен біз айналысып жатырмыз. Арнайы топ құрдық. Өкініш өзекті өртегенмен өткен оралмайды. Түзелудің жолына түскендер бостандықтың бағасын ұғынғандай. Әрқайсының енді өз арманы бар. Бастысы қателікті қайталамаса игі. Есть, конечно, боязнь есть. Но ничего, справимся. Асқарбек Қазанғап, Ерзат Зайытхан, Өмірбек Ізімов, Хабар 24, Астана.